толсын өмір жасыңыз. Туған күнім менен адашым, маған қымбат артал шашыңыз. Сәлбет мама, қалайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ма? Ал туған күніңіз құтты болсын. 63 пайғамбар жасыңыз. Алдыңызда аман сау жүре беріңіз. Туған күнде денсаулықты тілеймін, тек өзіңе шаттық тілеп жүрейін. Мұң шалмасын қабағыңды жан ана, 100-ге дейін өзің менен күлейін. Анашы, бүгінгі келіп жеткен туған күніңіз, 63 жас пайғамбар жасыңыз құтты болсын. Бар жақсылықты тілеймін, денсаулығыңыз мықты болып, ауырмаңыз. Апам екеуіңіз әрдайым біздің алдымызда аман болғайсыз. Біз сіздерді жақсы көреміз. Екі дүниенің бақытын нәсіп етсін Алла тағала. Қандай бақыт анамыздың болғаны, тәлім бізге әр ақылы қолдауы, ана деген жан ұямның көрігі, ана деген әр баланың бар бақты. Ана жаным, хүрметлі һәм қымбатлы ана жаным, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас қосыла берсін. Сізге ұзақ өмір тілеймін, терең денсаулық тілеймін. Әкешім менен бірге біздердің бақытымызды көре бергейсіз. Алладым, біздер де сіздерге сондай қызмет істегейміз бір өмірге. Алла әр тілеген тілеклер қабыл бола берсін. Бүгін біздің анамыздың туған күні. Соған байланысты ана жан туған күніңізбен құттықтаймыз. Тілегімізді тілеген, еркелігімізді көтерген, ауырсақ жаныңыз ауырған, адақлы, аяулы ана жаным. Туған күніңіз құтты болсын, жасыңызға жас қосылсын, алдымызда аман жүргейсіз. Екі дүниенің нағметін Алланың несіп етсін. Бар жақсылықты тілеймін. Апам екеуміз біздің ақылық шаулықтарымызды, мұңсызларымыздың, шөбере шөпшектеріміздің қызықтарын көріп, аман сау, ойнап күліп жүруге, естіп етелерге, алдымызда аман жүргейсіз. Айтады ғой, анаңды 3 рет Меккеге арқалап апарып келсең де аз деп, қарызыңды өте алмайсың деп. Сол себепті сіздің барыңыз біз үшін үлкен бақыт.